Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын әрі оңай жасалынатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, алдағы уақытта өте керемет рецепттермен бөлісемін. Ең алдымен жұмыртқамызға қантты қосып, қанты ерігенше әбден араластырамыз. Одан кейін ұнымызға тоңазытқыштан шыққан мұздай майымызды осылай ұнға аунатып үкіштен өткіземіз. Одан кейін қолмен екеуін біріктіреміз. Ішіне қамыр қопсықшын қосамыз да араластырып, ішіне сұйық массамызды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Берілген мөлшерден артық ұн қоспаңыздар. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Демалған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуін кіші бөлік, біреуін үлкен бөлік. Үлкен бөлігін пергамент төселген формамызға осылай төсеміз, бортигін жасап шығамыз. Одан кейін шанышқының көмегімен шет жағын осылай жөндеп берсеңіздер болады. Менде бұл жерде өріктің вареньесі, сіздер қалаған вареньелеріңізді қоссаңыздар болады. Қамырымыздың кіші бөлігін жайып, осылай полоска етіп кесіп шығамыз. Осымен енді пирогымыздың бетін сәндейміз. Видеоға мұқият қарап отырыңыздар. Бұл жерде біз қамырымызды сәндеген кезде бірінің астынан, бірінің үстінен өткіземіз. Сондықтан видеоны айналдырып жібермей мұқият аяғына дейін қарап шығыңыздар. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағат пісіріп алдым. Сіздер де дайындап көріңіздер, ас болсын. Егер де видео рецепт ұнаса, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.